Астанадағы алаңда Қазақстан мен Ресей әншілерінен құралған қос команда бас қосып футбол ойнады. Сахнадағы әріптестер стадиондағы қарсыластарға айналды. Ел атынан шыққан Алатау командасын Мейрамбек Беспаев, Сәкен Майғазиев, Жұбаныш Жексенұлы басады. Ал ресейлік Старкой құрамасында Влад Топалов, Пер Нарцисс секілді танымал әншілер ойнады. 70 минутқа созылған ойында екі жақта тең түсіп, есеп 0-0 аяқталды. Ал пенальти қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы жеңіске жетті. Алтында Алматыға келген кезде бұл жігіттер сол кезде әкесін танытқан, біз сазайын бергенбіз. Ал енді Москваға барған кезде бұл біздің топта болған жоқ. Бірақ дегенмен біздің жігіттер жақсы ойын көрсетті Москвада. 16 мемлекеттен 5-ші болып енді келу деген, о да бір жақсы жетістік деп ойлаймын. Сегодня праздник. Астана күніне орай ұйымдастырылған жолдастық кездесу тартысты өтті. Ойын көрерменге ұнат деген сенімдеміз. Басты мақсат жеңу емес. Сахнадамы болғаннан кейін көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлағымыз келді.